Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен 5 минутта дайын болатын салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге жуылған таза 2 қызанақ, 2 қияр және шұжық қажет болады. Бірінші қызанағымызды 4 бұрыштап турап аламыз, ыдысымызға орналастырамыз. Сосын қиярымызды дәл солай 4 бұрыштап турап, оны да ыдысымызға орналастырамыз. Артынан шұжығымызды да турап, ыдысымызға саламыз. Осылай тез-тез турап, тез жасалатын салат 5 минутта өте дәмді. Қонақ келгенде жасауларыңызға кеңес беремін. Артынан осындай кукурузымызды саламыз да, үстінен майонезімізді жағып қоямыз. Осындай бізде 5 минутта дайын болатын салатымыз дайын болды. Жасап жеп қарауларыңызға кеңес беремін. Рахмет.